Ештеңе білмейтін, бірақ ештеңе білмейтін түсінбеген адам ақымақ дейді. Оны айналып өтті. Ештеңе білмейтін, бірақ өзінің білмейтінін түсінген адам шәкірт дейді. Оған ілім үйрет дейді. Барлығын білетін, бірақ білген іске асырмайтын адам, ол ұйқыдағы адам. Оны оят дейді. Барлығын білетін, білген іске асыратын адам, ол данышпан, оны ұстаз тұт дейді. Негіз бар ғой, қандай адам болсақ та, 18 миллион боламыз ба, 180 миллион боламыз ба, осы 4 категорияның біреуіне жатамыз бәрімізде. Біреуіміз білеміз, біле тұра жаңа қолданбаймыз, жалқаулығымыз бар, жаңа желкеде қырсықтық бар, тағысындағы. Біреуіміз білмейтінімізді жаңа білмейміз. Біреуіміз білмейміз, дей тұрғанмен солай екен жаңа түсінеміз, мойындаймыз деген секілді. Абай айтады, күллі адам баласының қорғалатын 3 нәрсе бар дейді. Олар надандық, еріншектік, залымдық дейді. Қор боласың дейді, Абай айтады. Саған жаңағы абыройда жақсылықта жоқ осы егер 3 сипат бойыңда болса дейді. Әуелгісі надандық. Жалпы өз надандық деген не? Ой жүгіртіңізші ағайын. Ойланайықшы жай ғана. Абай надандықтың жаңа бірнеше типін көрсеткен. Негізгі бөлімінде 38 сөзінде айтады. Надандық, білім ғылымның жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені жаңағы оларсыз біліп болмайды. Жаңа ғылым білімсіз дейді. Абай айтады. Сонда надандық деген білмеу өз. Бір нәрсені қалай дұрыс істеу керектігін білмеу. Немесе сол білмейтініңді білмеу. Істің ретін білмеу, жаңа істің көзін таппау, өзінің қателігін түсінбеу, өзіңді және қалай тәртіпке үйрету керектігін білмеу. Осы надандық. Мақсат қоя білмеу. Бұл да надандық. Өз тілінен басқа кемінде бір шет тілін білмеу. Қазіргі заманда бұл да надандыққа келе жатыр. Сол тілді қалай үйрену керектігін жаңа білмеу. Ол да надандық. Айта берсе көп енді. Ешкім бұл дүниеге жаңа ақылды болып келіп, бәрін біліп тумайды. Бәлкім надан болып келеді, бірақ өмірге келгенде ештеңені білмейтін адам едім деп отыра бермейді ғой енді адам. Абайдың айтатыны бар. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын дейді. Қайтып надан боласың. Егер Құдай саған жан-жағын тануға ақыл берсе, ойлан алсаң, жүрек берсе үйренуге, қайрат берсе, қабілет берсе, қайтып надан боласың. Адам болған соң, өмір бойы сол надандығымен күресіп өту бір өмірдің мәні өзі. Бәрін білу мүмкін емес. Ал күресу неден басталады десек, сол надандығымды мойындаудан басталады. Ең қиында осы. Қазақта бір ұлы сөз бар ағайын. Біз күнде естіп жатқан соң кейде мәніне қатты үңілмейміз. Қазақ айтады, қарғыстың жаманы дейді, өзің білме, білгенің тілін алма дейді. Ең қиын қарғыс. Ал егер надандығыңды мойындай алсаң, іздене бастайсың, өзің түзетесің. Сөйтіп кемел тұлға болуға жақындайсың.